іздеп шыңға шықтым. Ассаламу алейкум достар, сіздермен Қазақ Орта каналы. Видеоны бастамай жатып сіздерде қолдау күтеміз. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Сіздерден қолдау аямай қолдап жіберсеңіздер болғаны. Және де сіздер бүгін бізде керемет матчтар күтіп тұр. Интер, Бавария, Севилья, Манчестер Сити сияқты, ПСЖ, Ювентус. Осы ПСЖ Ювентус ойыны өте керемет болайын деп түрде айтуға болады. Енді топ матчтардың бірі осы бүгін болатын. Сондықтан сіздерге сол ойындағы есепті жасырғым келеді. Дәл тапқан жандарды келесі видеода шығаратын боламыз. Менің ойымша бүгін тең ойнау мүмкін, бірақ та ПСЖ-ның несі үлкендеу, бір тәжірибесі де жоғарылап, Ювентусты аянбайды деп ойлаймын. Сондықтан да тең нәтиже или ПСЖ жеңіп кетуі мүмкін. Өз ойларыңызды жазып кетіңіздер достар. Бүгін бізде Трем Лига Сокер турнир болған еді. Бұл жерде турнир болды достар. Мен бұл жерде де ПСЖ-ны таңдаған едім. Бір видео түсіретін момент болмады. Бір жағынан бізде микрофон болмағаннан кейін мен сөйлеу, ұстап тұру телефонды дауысым жазылмай қалады. Сондықтан да күдір-бүдірлер болып кетіп жатады. Сондықтан да түсірген жоқпын. Және де мен соққан голдардың бәрін сохранить етіп қойдым. ПСЖ мен барлық, білмеймін, сенесіздер, сенбейсіздер ме, бірінші ойыным бірден интернет қатып қалды, слабый болды, бірден технический поражение беріп жіберді, қарсыласым жеңіп кетті. Сөйтіп екінші ойын мүлдем ойын жүрмеді, мүлдем вообще. Екінші ойында жеңілдім. Сосын тұрдым да былай шыны керек сенген жоқпын, өтірік ойнай бердім. Бірақ сонда да моменттердің бәрін гол соғып бастадым. Міне көбі енді мен қарсыластарым көбі ПСЖ болды. Мойындаймын, көбі жан ПСЖ-ны таңдаған екен. Ол жерде Манчестер Сити болды, сосын қателеспесем Милан болды. Тағандай күн Манчестер Ситиден сол танитын клубтарым болды. Солармен ойнадым. Бірақ енді көбі ПСЖ-ны таңдаған екен. ПСЖ қарсыласымыз көп болды. Сосын екінші ойында ойын жүрмеді, сол үштікпен ойнадым. Неймар, Мбаппе, Месси үштігі ойын жүргізе алмады. Сосын тұрдым да, құрсын дедім да, бұларды ауыстырыпсам, үшеуін бірдей кімді қойдым? Дракслер және де Икартиді қойдым, және мына жаққа оң жағына Ди Мария қойдым да. Үшеумен ойнап едім, ойыным жүрді. Действительно достар, білмеймін қалай бірінші голым қалай. Бұл жерде Икартидің ойыны жүрді десем болады. Шыны керек, Икарти менің 90% голдардың бәрін осы жан соқты. Керемет, бағаланбай қаламады өдім осы ойыншы. Барлық мүмкіндікті пайдаланды ғой. Осында екінші голдар, екінші матчта әдемі паспен соғып кәдімгі. Мбаппенің соқпаған голдарын соғып жүрдім. Действительно, мынау ойын енді есте қалатындай болды. Және де ПСЖ болды, көп матч енді ПСЖ-ның қарсыластары болды. Көбі сол Месси мен Мбаппе үштік, Неймар үштігімен ойнап жүрді қарсыластарын көбі. Құрсын бұлардан бір өзгеше болайын дедім де, сол үштікті шығарып едім. Действительно ойнап кетті. Ойын жүрді, сол ойын. Сенесіздер ме, білмеймін, сенбейсіздер ме. Барселона болған екен, қарсыластарымыз. Осындай моменттерде гол соғып әйтеуір. Ди Мария үштігі, Дракслер үштіктері әдемі ойынды күшті несеп жүрді. Сенбегенмен бір үміт болмады. Бір ойын, бір жейзін қалды, енді өздеріңіз білесіздер. Бір жейзін қалғаннан кейін құрсын дедім. Одай просто так ойнай сайын, болмаса бір жаңа клубты қайттан бастаймын да. Білмеймін, ондай бар ма екен ойладым, бірақ болмай қалды. Жеңіп кеттік, барлық 14 ойынды бір жейзінмен қалып. Көбі андай 2 гол салғаннан кейін бірден технический поражение беріп жүреді. Сондықтан сөйтіп бір 3-4 матч жеңіп кеттім. Бір матч бар, бір қателеспесем 2-2 болған, осы сияқты қателеспесем. Бір красный карточкам болды. Бірден матчтың басында красный карточка болып кетті. Мен картимен сосын түсірдім да, Мбаппелерді шығардым. Екінші таймда ташет етіп жатып бірден. Өте керемет ойын болды. Мен турнир есте қалатын турнирлердің бірі болды. Енді содан мен сіздерге бүгін пак ашайын тұрмын. Пак дегенде агент қой, сол агентті жеңдім. Сіздермен бірге бір легендарный игрок ұстайтын боламыз. Тек қолдау көрсетіп, лайк басып отырыңыздар достар. Сіздердің тек қолдау аямасаңыздар болғаны, біздер де тоқтамайтын боламыз. Ал агент ашып көрейік, кім түседі екен.
Кім бұл жерде? Бұл футболшы кім екен? 4-ші нөмірлі ойыншы дейді. Ал Пике шығыпты ғой. Ой, мынау кім енді? Пике қорғаушы ретінде шығып отыр. Білмеймін, мынадан кейін енді болады сияқты. Пике енді нормально, қатты бір ондай не емес. Бұйырса енді осы Пикені қояйық составымызға, кішігірім істерге. Бізде 5 ойыншы болды. Уже Абумек бар, Бензема бар, Холланд бар, Алаба түскен еді. Алабаны енді тездетіп ашып жібердім бірден. Көп не істемей. Енді осы достар, сіздерге кішігірім түсіріп жатырмын. Бұйырса скауттарды ашамын десем, 4,500 монета бар. Сол үшін де жазып кеттіңіздер. Скаутты барынша сіздерден қолдау көрсетім. Көп лайк жинасаңыздар, скаутты бірден ашатын болам келесі видеоларды. Ал достар, видеоны болса канал тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды комментария жазып кетіңіздер, қолдау көрсетіңіздер, аямаңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар достар.